Сәлем достар, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай керемет көктемнің күніне пайдалы өте витаминге бай салат дайындаймыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, қалай дайын болатынын біліп алыңыздар. Алдымен бізге қайнатылған сәбіз қажет болады, 1 штук. Оны дәл видеодағындай етіп турап аламыз. Достар, мен тұрақты түрде аптасына 3 рет жаңа видео шығарамын. Сіздер соны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаның тізгісін басып кетіңіздер. Қайнатылған 3 жұмыртқа қажет болады. Оны да дәл осы видеодағыдай етіп турап аламыз. Өте жеңіл салат. Сіздер жасап көріңіздер, әрі оңай, үйдегі бар заттармен дайындауға болады. Жұмыртқамызды да турап алдық. Енді дәл осынша сыр қажет болады, 100 граммдай. Оны да дәл видеодағындай етіп көбіктеп турап аламыз. Горохымыздың суыны алып тастаймыз. Горохты салып, енді заправкасын дайындап аламыз. Бізге 3 шай қасық сметана қажет болады. Сосын чеснок қажет болады, 1 штук. Сосын горчица қажет болады. Соус қажет болады. Соевый соус қажет болады. Оны салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын укроп қажет болады. Кептірілген болса да болады, свежий укроп болса да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Соусымыз дайын болғанға дейін. Дайын болды соусымыз. Міне, енді салатымыздың үстіне салып, салатымызды әдемілеп араластырып аламыз. Достар, салатымыз дайын болып қалды. Дастарханымызға тарта беруге болады. Сіздерге үлкен рахмет. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, маған қолдау білдіргендеріңізге каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Зәуре. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Салатымыз дайын болды, міне, ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте пайдалы салат.